Ал кеттік. Ең бірінші бізде Саидаға сұрақ. Енді Саида кеше бізде алғашқы эфир өткен болатын. Сіздің тума туыстарыңыз, достарыңыз негізі не деп жатыр? Анам ештеңе жазған жоқ. Бірақ әпкем жазды. Негізі қолдаймыз деп жатыр енді. Бірақ қолдап жатыр. Енді екінші сұрағымыз бізде көпшіліктің ойында жүрген сұрақтардың да бірі осы. Қос лайк жобасына қатысушыларға сізге ақша ма, әлде махаббат па? Махаббат. Мен бір рет ғашық болып көргенмін. Ол жігіттің ақшасы болмаған. Сол себепті мен өзім ақша беретінмін. Ол кезде енді бала болғанмын. Сол кезде түсіндім, что өмірде махаббат маңызды. Осымен біздің Саидаға деген сұрақтарымыз аяқталды. Ал енді біздің сұрағымыз Тимур мырзаға болады. Тимур мырза, келіңіз бері. Енді кеше алғашқы эфир өткен болатын. Аяғымды ит тістеп жатыр. Енді кеше алғашқы эфир өткен болатын. Тума туыстарыңыз, достарыңыз бұл жайлы не деп жатыр сізге? Жалпы мен осы қосылайық бағдарламасына бірінші рет келіп жатқаннан кейін тума туыстарым барлығы қолдап жазып жатыр, достарым да. Сол үшін мен оларға алғысымды білдіремін. Жалпы қолдамай, басқа да хейт жағынан кетіп жатқан жоқ. Сол мені қуантады. Бүгінге күш жинап келдім десем де болады. Енді екінші сұрағымыз, бір көргеннен ғашық болуға сенесіз бе? Бір көргеннен ғашық болуға сенбеймін. Симпатия пайда болуы мүмкін, бірақ ондай басым кетіп қалатындай ғашық болмаймын. Осымен сұрағымыз аяқталды. Және менен бір сұрақ, кеше екі қызбен TikTok биледім. Жалпы енді қалай енді? Жалпы жақсы, бірақ әлеуметтік желіде мереймен барлығы қосып жатқан екен. Бірақ алдағы уақытта біз тек дос ретінде Біздің екінші сұрағымыз ол Перизат ханымға. Перизат ханым, қош келдіңіз Қосылайыққа. Кеше алғашқы эфир өткен болатын. Тума туыстарыңыз, достарыңыз бұл жайлы не деп жатыр? Қош көрдік, Мерей. Туған туыстарым, достарым әрине қуанып жатыр, жазып, бақытыңды тауып кет деп жатыр. Әрине арасында күлгендер де бар, ондайсыз болмайды. Енді осынша жасқа келіп Қосылайыққа не істеп жүрсің дегендей. Қосылайық шынайы бағдарлама, сондықтан мен осы жерден өз жолымды тауып кетуге дайынмын. Өте дұрыс ой деп ойлаймын. Өзім енді екінші сұрағым, бақытты болу үшін не қажет деп ойлайсыз? Бақытты болу үшін ең алдымен жүректің тыныштығы керек. Ал жүректің тыныштығын ақша ғана тыныштандырады. Ақша дейді біздің Перизат ханымымыз. Әр адамның өзінің ой пікірі бар дегенге осы жерде сенулеріңізге болады.